Көкпар деген бұл өте мықты ойын ғой. Бұл жерде жақсылар жиналады. Ағаларымыз бар, не деген ақын ағаларымыз бар. Барлығы осы махаббат қой, атқа деген махаббат әкеледі ғой. Бұл көкпардікіндей махаббат жоқ ғой. Жаңа қарап тұрсам, жекпе-жекте аттар спортшы сияқты бір-бірімен теке тіресіп, олар да бір адам сияқты түсінетін сияқты осы ойынның мән мағынасын аттар. Ат деген өте керемет жануар ғой негізі. Адамның ақылды бұл. Қалай үйретесің, солай үйренеді да бұл. Жекпе-жектің аттарын арнайы өзінің тренировкасын істеп дайындап үйретеміз. Бұлардың да бір көңіл-күй болмайтын кездер болатын шығар? Әрине онсыз болмайды. Бұлар бала сияқты ғой ат деген. Қарайсың, өзің атыңды өзің жемдеп, шөптеп, дайындап шығасың ойынға. Настроен қоясың бір сетіне. Кейбір кезде сырласасың бұмен де барып. Қолыңызда қамшы ұстап тұр екенсіз. Көкпарда қамшының рөлі қандай? Қамшы енді атқа кішкене көмек береді. Намысқа жанып жібересіздер.